Сәлем құрметті дос, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Reading a Cosmopolitan City, яғни оқылым болып табылады. Бұл жердегі мәтін берілген Алматы туралы, Алматы қаласы, үлкен қаласы туралы, және космополиттік қала болып табылады дейді. Оны қалай түсінеміз? Яғни космополиттік қала дегеніміз ол қаланың ішінде көптеген ұлттар тұрады, көптеген ұлттардан құрамына құралған және әр қаладан келген елдерден келген ұлттарды айтады. Әртүрлі негізі біздің Қазақстан не тек қана Алматы емес, Қазақстанның өзінде көптеген ұлттар бар, иә. Окей, мәтінді тыңдап болған соң бізде мына жерде Алматы home is to many nationalities атты тақырыбында Алматы негізі көптеген ұлттардың үйі болып табылады деп жазылған. Яғни осы мәтінді біз тыңдап болған соң ары қарай тапсырмаға көшеміз. Кеттік. Well, exercise number 3. Exercise number 3, read the text again. Тексті қайтадан оқып, choose the correct answers. Бұл жердегі біз тексттің ішіндегі мәтіндегі сәйкес келетін жауаптар болса, осы мәтіннен алып жауабын табуымыз керек. So, the first around B нұсқасы болады. Around 33% of Almaty's population are originally from Russia. And the second, Arthur's grandmother tells stories about C нұсқасы her family болады. The third, үшіншісі, Arthur's grandparents have got brothers and sisters in Russia. Яғни үшіншісі С нұсқасы болады. Төртіншісінде Sophia doesn't speak his parents, немесе her parents. Яғни бұл жерде her parents болады, иә? Себебі бұл жерде Софияны жазылған. Бесіншісі бұл жерде Sophia says it's great going to Alexander's. B нұсқасы learns about Alexander's house because learns about there. Осылай болады жауаптары. Okay, next exercise number 4. Exercise number 4, find the plural form of these words in the text which are irregular. Бұл жерде не істеуіміз керек? 6 түрлі берілген сөз бар. Осы сөз зат есімдер nouns болып табылады. Осылардың барлығы бізде көпшілік формасын тауып жазуымыз керек, және осының ішіндегі қайсысы бізде бұрыс зат есімдер болып табылады, яғни дұрыс емес деп тұр, иә. Окей, қараймыз. Person, адамдар, person, көпше түрде people болады. Окей, the second, екіншісі nationality, ұлт, көпше түрде nationalities. Окей, үшінші child, көпше түрі children. Төртінші hero, көпше түрі heroes. Бесінші family, көпше түрі families. Алтыншысы culture, көпше түрі cultures. Бұл жерде бізде барлығы әдетте сіздер білесіздер, барлық көпше түрдегі жалғаулар ES арқылы, S арқылы жалғанады. Бірақ бұл жердегі бұрыс, яғни irregular nouns қайсы болатын? Бұл жердегі person дегендегі people және child дегендегі children are irregular nouns болып табылады. Енді exercise number 5. Ask and answer the questions. Берілген сөздерден, сұрақтардан біз сұраққа жауап беруіміз керек. Okay, the first will be, are there people from different countries in your class, немесе town? Сіздің, яғни, қалай сұраққа жауап бергенде, бұл жерде сіздің классыңызда, сыныбыңызда, немесе қалаңызда адамдар әртүрлі елден болып табыла ма деп жазып қойған. Бізде жауап бергенде былай дедік. There are 3 nationalities in my class. Менің сыныбымда 3 түрлі ұлттар бар деген. Енді екіншісі, what languages are popular at your school? Why? Сіздің мектебіңізде қай тіл өте атақты, популярны тіл болып табылады және не үшін деген.
Біз былай жазғанбыз бұл жерде бізде қалай болады? Бұл жерде Kazakh and Russian languages are popular at my school because all teachers speak Kazakh and also Russian. Қазақ пен орыс тілі бізде мектебімізде өте атақты тіл болып табылады. Не үшін? Себебі барлық мұғалімдер қазақ және орыс тілінде сөйлеседі. Әсіресе қазақ тілінде көп сөйлеседі. Окей, the third, үшінші, what countries do you want to visit? Қай елдерге барғың келеді? Why? Не үшін? I want to visit Uzbekistan. Мен Өзбекстанға барғым келеді. Не үшін? This country has the tastiest food. Ол елдің тағамдары өте дәмді болады деп қойғам. Окей, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алмас үшін арнама міндетті түрде жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.